Ресник зауытта 1 жылдан бері ұйықтай алмай жүрген машинист. Бұл оның денесінің дұрыс емес салмағын жоғалтуына себеп болды. Бір күні кешке ол өз пәтерінде мәйітті астына жасыру үшін кілемді орап алады. Содан кейін оны жүк көлігіне салып, қайта өңдеу үшін жағажайға апарады. Оны жерге лақтырып, суға қарай тепкенде, бәрі бір-біріне құлап кетпей, денесі кілем өздігінен ашылып, ішіндегісін ашады. Артында сары шамы бар адам Тревордың қасына келіп, оның кім екенін сұрағанда, бұл сұрақ оны ойландырады. Біраз уақыттан кейін ол үйіне оралып, қолын ағартқышпен жуады. Ал ер адамның сары шамы үстелдің үстінде жатыр. Ол айнадан өзіне қараса, артындағы қабырғадан «Сен кімсің?» деген жазуды тауып алады. Ал Тревор бастайды. Бәрі неден басталғанын есіме түсіремін. Ол түнді өзі жиі келетін қоңырау шалатын қыз Стифимен өткізеді. Ол оның денесінің қандай күйде екенін байқап, егер ол сәл де болса арық болса, ол жай ғана жоқ болар еді дейді. Ол сондай ақ оған таңғы ас дайындауды ұсынады. Бірақ ол жұмысқа баруы керек. Сондықтан ол оған жомарт кеңес қалдырып кетіп қалады. Зауытта Тревор бастығы Такердің миллерді тазалау үшін машинаны өшіргені үшін ұрысып жатқанын естиді. Себебі бұл уақытты босқа өткізеді. Тревор араласуға